Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге майсыз қытырлақ картопты жасап көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Бізге керегі барлығын дайындап алдым мына жерде. Құрғақ нан және дәмдеуіштер мен картоптарды жуып, қабығын ашып, осылайша ортасынан бөлеміз де, тағы да ортасынан осылай үш бұрышты етіп барлығын турап аламыз. Төртке бөлеміз жарты картопымызды. Бір картопты 8-ге бөлеміз осылайша етіп. Барлығын осылай етіп турап аламыз. Барлығының грамын описанияға қалдырып кететін боламын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер өте керемет болады. Өте жеңіл тағам, әрі тез дайын болады. Ешқандай қиналмастан пешкаға салып пісіре саламыз. Әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын турап болғаннан соң осылайша бір ыдысымызға саламыз да картоптарымызды үстінен дәмдеуіштермен де жалбыздың ұнтағы және де кинзаның ұнтағы, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш және де дәміне қарай тұзды осылайша саламыз. Мына жерде менде 5 ас қасық кептірілген нанның ұнтағы. Оны да саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне 5 ас қасық мен осылайша зәйтүн майын құйдым. Егер де сізде зәйтүн май болмаса, сұйық майды қолдансаңыздар болады. Тағы да 2 қасық мен үстінен сұйық майды құйдым. Осылайша барлығын жақсылап араластырып, бойына сіңгенше араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң тапамызға пергамент қағазын төсейміз де осылай кезек-кезек барлығын теріп шығамыз. Барлық шетіне теріп шығамыз осылайша. Активный көрермендеріме алдын ала рахмет айтамын. Мінекей достар, осылайша барлығын тереміз. Осы кезде пешкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пешкасына қарай әртүрлі пісіруі мүмкін. Менің пешкам 180 градуста 35 минут 40 минутта пісіріп шықты. Ең үстінен осылайша менде мұз қатып тұрған укроп, туралған укробым бар еді, соны бетіне сеуіп шықтым. Егер де қаламасаңыздар, сеппей-ақ қойсаңыздар да болады, қажет емес. Маған ұнағандықтан септім. Енді кезекте пешкаға саламыз. Осылайша саламыз да, мінекей достар, менің картоптарым осылай болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Өте керемет болып шығады бір жасағаннан. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.